Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 111-ші сабақ дара және күрделі етістік. Алдымен балалар біздің арнамызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта етістіктерді табамыз, тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжаймыз. 30-шы жаттығу тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа, мәтінді оқы дейді. Торғай мен бұтақ. Демек мәтінде торғай құсы туралы және бұтақ туралы айтылады деп болжаймыз, Бір топ торғай ұшып келіп, ағаштың басына қонды дейді. Бұтақ басына бір торғайдан қонып еді, бір торғайға бұтақ жетпей қалды. Сонан соң бір бұтаққа екі торғайдан қонып еді, бір бұтақ артық қалды дейді. Бұтақ нешеу, торғай нешеу дейді. Мәтіндегі сұрақтарға жауап бер дейді. Балалар, сіздер есепке жүйріксіздер ме, қалай ойлайсыздар? Мысалы, егер де біз 3 бұтақ 4 торғай деп алады болсақ, бір торғайдан қонған кезде біреу артық қалады шынымен. 2 торғайдан қонған кезде бір бұтақ артық қалады, Сол сияқты, мысалы, 5 бұтақ 6 торғай деуімізге де болады. 7 бұтақ 8 торғай деуімізге де болады. Келесі етістіктерді тап дейді, яғни іс-қимылды білдіретін сөздерді табамыз. Олар ұшып келді, күрделі етістік, қонды, дара етістік, жетпей қалды, күрделі етістік, және қалды, дара етістік. Келесі 31-ші жаттығу көктемге тән белгілерді көрсет, сол сөйлемдерді жаз дейді. Яғни балалар, көктемде не болады? Мысалы, күннің қызуы көтеріле ме, әлде төмендей ме? Қалай ойлайсыздар? Күннің қызуы көтеріледі, яғни күн жылиды. Қар не істейді? Көктемде қар жауа ма, әлде ери ме? Қар ериді, Құстар ұшып келе ме жылы жақтан, әлде жылы жаққа ұшып кете ме? Құстар ұшып келеді. Ал жапырақтар қандай өзгеріске ұшырайды? Жапырақтар жайқалып өседі, Сарғайып түсе бастайтын, ол күздің кезі. Етістіктердің дара немесе күрделі екенін айт дейді. Бұл жерде балалар, бізде дара етістіктер көтеріледі, ериді және өседі. Бір ғана сөзден тұр. Ал күрделі етістік ұшып келеді. 2 сөзден тұр, Келесі 32-ші жаттығу берілген етістіктерді үлгі бойынша жазып, олардың мағынасы бір-біріне қарама-қарсы екенін дәлелде дейді. Яғни біз мағынасы бір-біріне қарама-қарсы сөздерді тауып жазу керекпіз. Мысалы, бұл жерде шашты деген етістікке қандай сөз қарама-қарсы келеді? Яғни жинады, шашып тастау және жинап қою. Жапты, мысалы, есікті жабу, оған қарама-қарсы мәндес сөз есікті ашу, ашты болады. Үзді, оған қарама-қарсы мәндес сөз жалғады болады. Мысалы, жіпті үзді, жіпті жалғады. Келесі 33-ші жаттығу сөз жұмбақты шеш дейді. Таудан ағатын табиғи су. Балалар, білесіздер, таудан әдетте не ағады? Бұлақ ағады, Қарға тұқымдас ала қанатты құс дейді. Сауысқан дедік. Сан дейді. Қандай сан бар? Мысалы, 4 санын қойдық біз. Уақытты көрсететін зат, оны білесіздер, ол сағат, мойны ұзын, ірі дала құсы дейді. Ол дуадақ, бізде дала құсы. Келесі домалақ, қабығы қатты, тәтті шырынды бақша дақылы дейді. Ол қандай дақыл екен? Ол қарбыз, Енді бізде шешуінде балалар барады деген етістік шықты. Ол дара ма, әлде күрделі ме дейді. Қалай ойлайсыздар? Барады бір ғана сөзден тұр, демек ол дара етістік. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.